Bir күні діни қызметкерге бір әйел келіп, 2 жыл бұрын күйеуіме үйлендірдіңіз. Енді бізді ажыратыңыз дейді. Мен енді онымен өмір сүргім келмейді. Не үшін ажырасқың келеді, себебі неде? Деп таңдана сұрады діни қызметкер. Әйел оған бұлай түсіндірді. Барлығының күйеуі үйлеріне уақытымен оралады, ал менің күйеуім үнемі үйге кешігіп келеді. Осының кесірінен үйде күнде жанжал шығады. Діни қызметкер таң қалып сұрайды, бар болған себебің осы ма? Иә, мен мұндай кемістігі бар адаммен өмір сүргім келмейді деп жауап берді әйел. Мен сені ажыратамын, бірақ бір шартым бар. Үйіңе барда үлкен дәмді нан пісір, сосын оны маған алып кел. Бірақ нан пісіргенде үйден ештеңе алма, тұзды, суды, ұнды көршілеріңнен сұрап ал. Және оларға не үшін олардан сұрап жатқаныңның себебін міндетті түрде түсіндір деді діни қызметкер. Бұл әйел үйіне барып кідіріссіз жұмысқа кірісті. Ол көршісіне барып, әй, Мария, маған бір стақан су берші қарызға. Суың таусылды ма? Не болды, ауладан құдық қазуға болмай ма? Су бар, бірақ мен күйеуімнің үстінен шағымданып діни қызметкерге бардым және бізді ажыратуды сұрадым деп түсіндірді әлгі әйел. Ол сөзін аяқтаған кезде көршісі күрсініп тұрып, әй, менің қандай күйеуім бар екенін білсең, деп күйеуінің үстінен шағым айта бастады. Осыдан кейін әйел көршісі Асияға тұз сұрауға барды. Сенің тұзың таусылды ма, онда неге бар болғаны бір қасық қана тұз сұрап тұрсың? Тұз бар, бірақ мен күйеуімнің үстінен діни қызметкерге шағымдандым, ажыратуды сұрадым дейді әлгі әйел. Ол сөзін аяқтап үлгермей, көрші әйел дауыстап, әй, менің қандай күйеуім бар екенін білсең ғой, деп күйеуінің үстінен шағым айта бастады. Сөйтіп, бұл әйел кімнен не сұрауға барса да, ол әркімнен күйеуінің үстінен айтқан шағымдарды ғана естіді. Ақырында ол үлкен дәмді нан пісіріп, оны діни қызметкерге алып келді, және оны оған ұсына отырып мына сөздерді айтты. Рахмет, менің нанымның дәмін отбасыңызбен татыңыз. Тек мені күйеуімнен ажыратамын деп ойламаңыз. Неге, не болды, қызым? Деп сұрады діни қызметкер. Менің күйеуім ең жақсы күйеу болып шықты деп жауап берді әйел. Сіз ұлыңызды, немесе қызыңызды тек қана өзіңіздің ата-аналық қуанышыңыз үшін ғана дүниеге әкеліп, тәрбиелеп жатқан жоқсыз. Сіздің отбасыңызда және сіздің басшылығыңызда болашақ азамат, болашақ қайраткер және болашақ күрескер өсіп келеді. Антон Макаренко, жұбайлар бір-бірінің мінезін зерттеп білмей некенің бақытты болуы екіталай. Онор де Бальзак. Отбасылық өмір екі жастың басына көп міндеттер мен парыздар жүктейді. Әр адам соған дайын болғаннан кейін үйлену туралы шешімге келгені дұрыс. Бернард Шоу. Балаға берілетін бірінші тәрбие ата-анасын, туған-туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Себебі ата-анасын сыйламаған бала жолдасына да, қоғамға да пайда келтіре алмайды. Адамның қалыптасуы бала кезден басталады. Жақсылықты адам бойына нақ сол бала кезде егіледі. Ол жылдар өте келе өніп шығады. Жақсылық ұрығының өніп шыққаны, немесе оны жамандықтың арамшөптері басып кеткені сонда ғана белгілі болады. Келінің жаман болса, ұлыңнан көр. Күйеуің жаман болса, қызыңнан көр. Баршаңызға бақыт тілеймін. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік тілеймін.